Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үйде бар заттардан дәмді үлпілдек кекіс жасайтын боламыз. Құрамы қолжетімді заттардан тұратын бұл кекіске жұмыртқа, сүт, сұйық май, қант, ұн және ванилин мен қопсытқыш қажет болады. Таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, оған қантымызды қосып, көпіріп ағарғанша миксерлеп аламыз. Жұмыртқа осылай ағарып көпірген кезде сүтімізді құямыз және де бірден сұйық майымызды да қосып жіберіп шамалы миксерлеп аламыз. Ситадан өткізілген ұнымызға құрғақ қоспаларымызды, яғни қопсытқыш пен ванилинді салып араластырып аламыз. Егер сізде ванилин болмаса, қоспай-ақ қоюларыңызға болады. Ванилин сізде өте дәмді болып шығады. Менде болғаннан кейін қосып жасап жатырмын. Ұнды массамызға 2 бөлікке бөліп қосамыз, түйіршіп қалмайтындай етіп миксерлейміз. Массамыз дайын болды. Енді пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Пешіміз қызғанша кекіске арналған формаларымызды жайғастырып, массамызды қатты толтырмай құйып шығамыз. Мен үнемі осы рецептпен жасаймын. Өзімізге де, үйге қонақ келгенде де және заказға да осы рецептпен жасап жүрмін. Өте сәтті рецепт, барлығына өте ұнайды. Енді 180 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Кекістер 25 минутта міне пісіп шықты. Өте дәмді және үлпілдек, үлкен болып пісіп шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса лайк басып қойыңыздар. Сонымен қатар достар, менің каналымда әртүрлі рецепттер бар. Ыстық тағамдар, балық тағамдары, сонымен қатар кешкі, түскі астың етпен, етсіз жасалатын тағамдардың сан түрлі рецепттер бар. Мүмкін сіз іздеп жүрген рецепт менің каналымнан табылып қалар. Сондықтан да менің каналымды жоғалтып алмас үшін дәл қазір тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Айзат.